Өз үйіңде бір сәт тыным таппайсың. Бірде жуып, бірде сырлап ақтайсың. Өз үйіңе керек болса киіссің. Өз үйіңе керек болса тақтайсың. Үйің үшін түнің адал, күн адал. Өз үйіңде аулақсың сен күнәді. Өмір мұна түзелмейді, оңбайды. Өз үйіңдей көрмей тұрып, он адам деп Қадыр Мырза әлі жырлаған. Енді өз үйім деп қуанышы қойнына сыймай өлеңдетіп жатқан Ақтау қаласының бағдарламасымен жаңа пәтердің кілтін алып жатқан жандар бар. Тұрғындардың қуанышын келесі бейнеүздіктен көрсетеміз, назар аударайық. Қолжетімді баспана бағдарламасы бастала сала үй алушылар саны артты. Бүгінде Ақтау қаласындағы құрылыс компаниялары 5 жылға бөліп төлеуге мүмкіндік беретін бағдарлама арқылы халыққа пәтер кілтін табыстауды бастап кетті. Алғашқы клиенттер қолдарына құжатын алып, баспаналарына қонстанды. Енді Маңғыстау өңірінің халқы бөліп төлеудің уақытын ұзарталамыз деп қуанып жүр. Көп рахмет айтамыз осындай жаңағы халыққа, жастарға тиімді жаңағы 5 жылға үстемақысыз пайызсыз беріп отырғанына рахмет. Тұрғын үй нарығында бәсеке жандан деуге болады. Жұртшылықтың жаппай мемлекеттік бағдарламаға құжат тапсырып жатқанын көрген құрылыс компаниялары енді аталған бағдарламаға бәсекелес болатын тиімді шарттар ұсына бастаған. Бірінші төлемақысы 30%-ін төлейді, 30%-ін, сосын қалған 70%-ы 5 жылға деп бөліп беріп, мінекей халқымызға уже кілтін, үйінің документтерін уже мінекей табыстап жатырық. Бұл жерде біз банк емеспіз, үстіне пайыз қоса алмаймыз, пайыз қосқанда емеспіз, қоспаймыз ғой. Қазіргі кезде елімізде халықты баспанамен қамтамасыз ету жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Аталған бағдарлама арқылы да біраз қазақстандықтың тұрғын үйге қол жеткізетіні сөзсіз.